Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздер бананнан не жасайтындарыңызды білмесеңіздер, бүгін біз бананнан панкейк жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі жасалу жолы оңай. Ендеше жасауды бастайық. Бізге керегі бір банан. Бананымыз біздің таза піскен банан болуы керек. Бір бананымызды шанышқының көмегімен еземіз. Мына видеода көрсетілгендей қылып, жақсылап тұрып езіп болған соң, келесі кезекте 2 жұмыртқамызды қосамыз. Достар, бананымызға жұмыртқамызды қосып, араластырып жатқан кезде тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер. Кішкене тұз қосып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық шекерімізді қосамыз. Бұл жерде шекердің көп қосудың қажеті жоқ, себебі біздің бананымыз онсыз да тәтті. Және де достар, бұл жерде шекердің орнына бал қоссаңыздар да болады. Шекерімізді қосып болған соң, келесі кезекте 5 ас қасық зәйтүн майымызды қосамыз. Бұл жерде үйлеріңізде қандай май бар, соны қоса берсеңіздер болады. Пісте май қойсаңыздар да болады. Майымызды қосып болған соң, келесі кезекте ұнның кезегі. Бұл жерде 90 грамм ұнды електен өткізіп барып қосамыз. Ұнымызды қосып жатқан кезде қопсытқышымызды ұмытып кетпейік. Жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ұнымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне бізде осындай орташа сұйықтықта қамыр шығуы қажет. Сковородкамыздың астын баяу отта жағып, оның үстіне зәйтүн майымызды құямыз. Сковородкамызды қызырып болған соң, осылай бір қасықтап қамырымызды салып шығамыз. Сковородкаға панкейкімізді құйған соң 1 минуттай пісіреміз. Панкейкіміздің бір бетін піскенін біз мына панкейктардың үстінде кішкене точкалар тұр, сол арқылы білсек болады. Осылай панкейктің үстінде точкалар пайда болған жағдайда панкейкімізді екінші бетіне ауыстырамыз. Панкейкімізді екінші бетіне ауыстырған соң, тағы да панкейктарымызды 1 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, 1 минут өтті, панкейкіміздің асты жағы да қызарып пісті. Енді панкейктарымызды аламыз. Міне достар, біздің көптен күткен панкейкіміз дайын болды. Бұл панкейкке біз банан қосып жасадық. Яғни банан қосылған, осындай қызарып әдемі болып пісіп шыққан панкейктер шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Шынымен де өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.